Мен Ақадыл Алнұр. 1973 жылы 10 айының 20-сы күні туған. Иін нөмірім 73-10-20-30-28-72. Менің арыз беру себебім: Санжы облысы Санжы ауданы Ашылы Қазақ ұлттық ауылы Норжақ қыстағының бас имамы Ақыл 1975 жылы 11 айдың 17-сі күні туған. Иін нөмірі 65-20-23-01 1975 11-17 473. Ақыл Қазезұлы 15 жыл мешіттің бас имамы болып істеген. 2018 жылы шілде айында Үрімжіге саяси үйренуге алып кетеді. Бір ай ішінде қатты көтеріліп ауырып, есінен танып, Санжы облыстық ауруханаға түседі. 10 күн дегенде ауруханадан шығып үйіне қайта келеді. Сол сәтте үйренуге қайта шақырады. Ертең кетем деген күні түнде әйелі Сағдолла қызы Анархан қатты қорқыныштан ауланың ішіндегі құдыққа түсіп қайтыс болады. Қытайдан қитұрқы саясаты, ол жақтағы сорпа бетіне шығар азаматтарын қандай жаламен түрмеге салам деген мақсаты іске асқандай болған Қытай билігі Ақыл молланы сол сағатта қол аяғын кісендеп түрмеге алып кетеді. Содан бері еш хабар жоқ. Керек десең, әйелінің жаназа намазына да қатыстырмаған, үй жайын гарантілдеп тастаған. Бүгінге дейін үйін ашып бермеген, әйелін көрші үйден шығарған. Артында қалған тілеу берді деген қос қолны шырылдап, әрбіреудің үйінде қаңғырып жүр. Осындай аянышты жағдайды естіген әрбір қазақ елім, сіздерден осы арызымды тоқтаусыз таратып, Ақыл Қазезұлының бостандыққа шығуын сұраймын. Әзірге дейін Ақыл Қазезұлына жанкүйер болған 300-ге жуық отбасы Ақыл адам өлтірген тұрғой шыбын өлтірмейтін имамымыз еді деп сенімділігін білдіріп отыр. Осы арызымды аса құрметті президент елбасы Әбішұлы Нұрсұлтан Назарбаевқа, ақш-тың Қазақстандағы елшілігіне, сыртқы істер министрлігіне, атажұрт еріктілеріне жіберіп отырмын. Барлықтарыңыздың Ақыл Қазезұлының бостандыққа шығуына үн қосуларыңызды сұраймын. Мына кісілер Ақыл Қазезұлының туыстары, жерлестері. Ақыл Қазезұлын жалған жаладан құтқарайық. Ақыл Қазезұлын жалған жаладан құтқарайық. Ақыл Қазезұлын жалған жаладан құтқарайық. Қазез қызы Жеңіс Боламын. Республикасының азаматы. Мен 1960 жылы 3 айдың 18 күні туылған. Бауырым Ақыл Қазезұлын осы жалған жаладан құтқаруларыңызды талап етемін. Мен Күлзипа Құсайынқызы. Қытай Халық Республикасындағы Ақыл Қазез Ақылдың апайы болам. Туған әкесінің қарындасымын. Бауырым қақчаладан түрмеге жабылып жатыр. Соны құтқаруын талап етем. Қашан ол құтқарылғанша біз арызымызды қайтарып алмаймыз. Арыз бере береміз. Соған көмектесулеріңді үміт етем. Мен Нұрай Асқатұлы, Қазақстан Республикасының азаматымын. Ақыл Қазезұлы бұрын көршіміз болған. Кішкентай кезімізден бір жерде бауырымызбен өскен. 2005 жылдан бері қарай Норжақ қыстағының имамдық қызметін атқарған. Өкімет өзі қойған, өзі артынан соттап кетіпті. Осы жерден де естіп жатырмыз, әйел қайтыс болған, оның ондай әйел өлтіреді дегенге сенбейміз. Баласын мен әкесіне бәле жоқ. Сол жақтың өз саясаты ортасына еткісап отыр, баласын өлтіріп бер әкемді деп өтіріп қалап айтқызып, солай істеп жатыр екен, оған біз сенбейміз. Қазез Ақылдың қоныс лагерінен бостандыққа шығаруын сұраймыз. Мен Нұрал Ахметұлы Құсықұны бостандыққа шығуына талап етем, осы сенің пікіріне қосыламын. Мен атым Әбдіз Сілебайұлымын. 2005 жылы қоныс аударып келгенбіз. Ақыл бізге күйеу болатын. Сол Ақыл Қазезұлын бостандыққа шығаруға талап етеміз. Атым Тілеухан Рамазанұлы. Ақыл Қазезұлын
осы бостандыққа шығарып бейбіт өмір сүруіне талап берді. Мен Мерғанат Рамазанұлы. Біз досымыз, енді жақын жездеміз, жиен жездеміз. Сол кісіні түрмеден босатуын сұраймыз. Ал енді бауырлар, қадірменді қазағым, мен мына Ақыл Қазезұлының нақақтан кетіп бара жатқан ішім ашып, өзім арызымды бергелі отырмын. Бұл нақақтан болған жала. Сол үшін осыны тегістеп қайтадан қарап беруді өтінемін. Қазір Талдықорған қаласы Көксу ауданында тұрып жатырмын. Мен атым Сарқыт Имамәдұлымын. Өзім Қазақстан азаматымын. Қазір Талдықорған қаласы Көксу ауданында тұрамын. Мен әзір осы Ақыл Қазезұлының түрмеге түсіп жазықсыз қамалғанын естіп, қатты ішім ашып, осыны құтқаруын талап етемін. Мына кісілер де қосылады ғой сіздерге? Мен бір менің аты жөнім Ұлжан Солтанқызы. Қазақстан азаматымын. Азаматтық алғаныма 18 жыл болды. Жабылып жатқан, айтылып жатқанның бәрі жала деп өзім солай түсінемін. Сол үшін осы баланы осы жаладан құтқарып беруін өтінемін. Мен Қазақстан азаматымын. Ашыл ауылы Нұржақ қыстағындағы Ақыл молланың құтқаруын талап етемін. Мен Есболат Ақанайұлы және шешем Күлпия Кенжебайқызы. Біз Қазақстан азаматымыз. Біз Қытай Халық Республикасы Ашыл ауылы Нұржақ қыстағының имамы нақақ жаладан түрмеде отырған Ақыл Қазезұлына бостандық сұраймыз. Ақыл Қазезұлына бостандық сұраймыз. Ақыл Қазезұлына бостандық сұраймыз. Мен Манап Қуаныш, Қазақстан Республикасының азаматымын. Қытай Халық Республикасы Шинжаң өлкесі Санжы қаласы Ашыл ауылында тұратын Қазез ұлы Ақылдың нақақ жаладан құтылып шығуына көмектесулеріңізді талап етемін. Мен Салыққызы Нұрсәуле, Қазақстан Республикасының азаматымын. Менің айтар арызым Қытай Халық Республикасы Санжы қаласы Ашыл ауылындағы имам Ақыл Қазезұлын саяси нақақ жаладан, саяси үйренуден құтқаруларыңызды үміт етемін. Қазезұлы Ақылдың нақақ жаладан құтылуына көмектесулеріңізді талап етеміз.